Алматыда қара сөзден өлең көрген жас ақындар жыр айтып жарысқа түсті. Мүшайра ақын Таңжарық Жолдыұлын еске алу мақсатында ұйымдастырылды. Қатысушылар көп, ал жүлделі орындар санаулы. Ең қызығы сайысқа қойылған ереженің өзі ерекше. Толығырақ әріптесімнің бейнематериалында. Таңжарық Жолдыұлы Қытай қазақтарынан шыққан адуынды ақын, алып талант иесі. Алайда қыршынынан қиылған боздақ аз ғұмырының өзінде том-том өлең жырын кейінгі ұрпаққа мұра қылып қалдырып кеткен. Ақын рухын қайта жаңғырту мақсатында Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде жыр мүшәйрасы ұйымдастырылды. Бүгін мына өтіп жатқан Таңжарық оқулары 3 жылдан бері дәстүрлі өтіп келе жатыр. Биылғы жылы Алматыдағы жоғары оқу орындарының студенттерінен 16 үміткер қатысты. Ал сайыстың шарты жайлы Тұрсынбай мырза былай дейді. Бірінші Таңжарық өлеңдерін мәнерлеп оқудан, екінші Таңжарық шығармалары бойынша өздерінің шығармашылық ерекшеліктерін сарапқа салады. Эссе, мақала, арнау жазу арқылы. Шәкірт талабын шыңдау мақсатында бүгінгі сайысқа тігілген жүлде қоры да қомақты көрінеді. Алайда студенттер қаржыдан гөрі өздері жазған қара өлеңнің сапасына аса назар аударған сыңайлы. Қатысушылар ішінен ерекше көзге іліккен Қамажай Еркебаева. Қарсыластар мықты, шындығында бұл мықтылығы да қуантады, себебі осындай қазақтың ақынын, алаштың ақынын өмірмен шығармашылығын қызықтырып жүрген жастардың барлығына мен өте қуаныштымын. Бүгінгі заманда жастар әдебиетке мүлдем құлықсыз деген пікірмен мүшәйраға келген жастар келіспейтіндігін айтты. Қазіргі қоғамда мынадай пікір қалыптасқан, жастар кітапты көп оқымайды деген. Бұл пікірге мүлдем келіспеймін, себебі мен қатарлы жастардың барлығы кітапты оқиды деп толық негізде айта аламын. Жас ақындардың басын қосқан жыр мүшәйрасында 16 ақынның түгелі дерлік өлеңін оқып, үздіктер сый-сияпатқа ие болды. Поэзияны серік еткендер жиналған жұрттың алдында арқаланып, бір емес бірнеше жырын оқып, мәре-сәре болған. Адуынды жырларын кейде тіпті тік тұрғызып қоятындардың өзі. Ықылас Тұрсынбек, Темірбек Нұғыманов, хедлайнер.